Қайырлы күн. Бүгін кезекті сәрсенбінің сәтінде жобасы. Қадірлі қонағымыз Бұқар Жырау ауданының тұрғыны, жеке кәсіпкер Татьяна ханым. Татьяна ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Путятина Татьяна Владимировна. Осы ауданның тұрғынымын. 22 жыл болды. Осы кентке көшіп келгенімізге отбасымен бірге тұрамыз. Жолдасым бар. Құдайдың берген 6 бала шағам бар. 9 рет әжеміз уже. 2 қызымыз ұзатылған, 1 ұлымыз үйленген. Қай ауылдан көшіп келдіңіз? Үміткер ауылы. Ол кезде Бабаева деген. Совхоз имени Қылышы Бабаева. Сол жерде. Туып өстіңіз, сол жерде туып өстім. Ата-анам да сол жақта тұрады, бауырларым да тұрады. Сол отбасы, ата-анамызда көп балалы семьяда өстік. 6 қыз, 5 ұл болған, 1 ұл дүниелік болды. Қазіргі таңда 4 ұл. 6 қыздың 5-еуі сол қазақтың жігіттеріне тұрмысқа шыққан, отбасы құрған, бала шағалы болған. Ұлдарымыз да қазақтың қыздарына үйленген. Тамаша. Сол жартысы сол ауылда, 2-еуі сол сыртта. Қыздар енді олардың өмірлері, тағдырлары енді ауылда отырмайды ғой, басқа жаққа шығады тұрмысқа, солай сияқты. Тамаша, демек, ауылда туып өстіңіздер, қазақы ортада, қазақ тілін сол ортада үйрендіңіздер. Ешқашан бетімізге, мысалы, ауылдың адамдар ешқашан орыс, не деп, ешқашан ешкім баспаған. Бала шағалығымыз жаңағы, балалық шағымыз ауылда өтті. 8-ші сыныпқа дейін орыс сыныбында оқыған. И қазақшаға бәрін ауыстырғанда менен даже ешкім сұраған жоқ, шыны керек. Ауысасыз ба, ауыспайсыз ба? Менде андай қарсылық, өйткені мен қазақ тілін бала кезде меңгерген адаммын. Баланың болған жоқ. Солай 11-ші сыныпты да аяқтадық. Сол қазақ сыныбында. Өзіңіз көп балалы анамын дедіңіз? Өзім көп балалы анамын. Күміс алқа иегерімін. 6 перзентіміз бар, Құдай берген. Аллаға шүкір. Бала шағыңыздың қызығын көріңіз. Енді өзіңіздің жеке кәсібіңіз жайында айтсақ. Менің кәсібіме осымен 5 жыл болып қалды. Грант иегерімін. Ол кезде 550 мың шатаспасам. Сондай грант ұтып алған. Оған өзіме пеш алдым. Смэк пеші. Біздің Қазақстанда ол пештің аналогы жоқ. Ол италиялық бренд. Кәдімгі бір 5 минутта 4 нені бір жолы пісіреді. 4 түрлі. 4 коржды жаңағы 5 минутта пісіріп береді. Жай пеш асты-үсті ғана ғой, ауыстырып отыру керек. Бұл пеш сол бір сәтте 4-еуін пісіріп береді. Уақыт үнемдейді, мысалы бізге. Уақыт үнемдейді, қолданғанда да өте ыңғайлы. Піскенде дабыл береді. Үйде пісірем. Өйткені арендаға здание алғым келеді, осы аудан бойы. Бірақ бағалары сіз енді жай бастап келе жатырсыз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Тұтынушыларыңыз бар ғой, өзіңіздің қалыптасқан. Осы ауданның тұрғындары емес, маңайындағы тұрған ауылдағы адамдар келіп заказ береді, мысалы тапсырыс береді. Тапсырысыңыз көп шығар. Бос уақытыңыз бола ма? Бос уақытым өте аз, болмайды деп айтуға болады. Бос уақытымды ерекше, ең кіші ұлымыз ерекше бала, сол баланың сабағына, оқуына көңіл бөлуге тырысам. Татьяна ханым, қызығушылығыңыз, хоббиіңіз, сол жайында айтсаңыз. Менің сол қызығушылығым қазіргі таңда менің кәсібіме айналып кетті. Сол жаңағы тәттілерді пісіру. Мысалы, қандай тәттілер? Сұранысқа қазір ие болып отырған қандай тәттілер?
мысалы балды торт бар. Былайша айтқанда қазақша балды торт. Өйткені оның құрамына, креміне талқан кіреді, тары қуырылған кіреді, и дәмі ерекше болады. Әрине, кондитер саласында болғасын, өзімнің бір мықты, керемет бір өзім жеке бір неткі машқым келеді, бренд қалыптастырып, дұрыс айтасыз. Сол ойда бәрі. Бұны өзіңіз оқып үйрендіңіз бе? Арнайы бір курстарға бардыңыз ба? Бар. Самоучкам өзі бала кезімнен неткенім бар. Бала кезде мен пісіргем. Үйдің үлкені болғаннан кейін. Енді ол кезде жай бисквит, орешки, вафли дегендей. Сол ғой. И ары қарай 1-2 рет бардым мастер-класстарға. Осы кеше алдың күні тағы бір мастер-классқа бардым. Шеберлік сабақтарына. Иә, шеберлік сабағына бардым. Осы біздің Қарағанды бойынша номер 1 деуге де болады. Бір Тартов деген қыздың жаңағы жеке несіне барып келдім, сабағына оқып келдім. Тағы өзіме көп тәжірибе жинап келдім, меңгеріп келдім сол. Жақсы, рахмет, еңбегіңіз жансын, Татьяна ханым. Ал жолдасыңыз жайында айтып өтсеңіз, отбасыңыздың жаңағы. Жолдасым қазақ отбасына келін болдыңыз, иә? 30 жыл болды. Биыл бізге отбасы құрғанымызға 30 жыл болды. Ененің тәрбиесін көрдіңіз бе? Көрдім. Көп емес, бірақ көрдім. Ал өзіңіз ене болып отырсыз ғой қазір. Бір жыл болды. Ұрпақ сабақтастығы жалғасып келе жатыр. Жалғасып келе жатыр. Жалпы келін жаңағы тәрбиелеу өзіне байланысты. Мен өзім мысалы өзі қызымдай көргеннен кейін келінді нетеді. Анау артынан жүріп, кейбір енелер бар ғой, артынан жүріп бірдеме тауып қазып дегендей жоқ, мен болмай қалса жарайды, тағы да істеп көр, ештеңе етпейді. Тіпті болмай жатса өзімді істей салам. Қазіргі таңда кішкентай немереміз бар, 2 айлық. Әрине келін үлгермейді. Енді мен де қолымнан келгенше көмектесіп отырам. Енеңізден көргенді қазіргі мен келінге. Тамаша. Татьяна ханым, сұхбатымызға келісіп, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге рахмет айтамын, алғыс айтамын. Еңбегіңіз жансын, аты танымал, үлкен бір тәттілердің мықты брендіне айналсын. Рахмет. Бастап жатқан кәсібіңіз, еңбегіңіз жансын. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Алла разы болсын. Сәрсенбінің сәтінде жобасы осымен аяқталды. Келесі жүздескенше күн жақсы болсын.